жатыр ғой, өзіңіз айтып беріңізші, неге мені таңдап келдіңіз? Жаңа айтып өткеніндей, сыртқа келбеті, өзін ұстауы, сабырлығы ұнады. Олма қатысушылар, сабырлы, шапала көрмейді ғой. Ханым, өте сұлу болып тұрсыз. Элеонора, қош келдіңіз, сегін келіп отыр. Өте сұлу қызсыз. Шерханға енді нық айтып тастадыңыз осы жерде. Шерхан енді інім сияқты ғой. Осы жерде айтқым келеді да. Шерхан енді мына жерде звездовать етіп отқан сияқты, мен бір жерде көрдіңіз ба, анау ма деген әңгіме. Я Шерханды көбісі таниды екен негізі сыртта. Кешеде бір қыз маған жалынып жатыр да, Шерханмен таныстыршы деп. Ол да Элеонораға ұқсас қыз екен. Негізі Шерханның вкусындағы қыз деп ойлаймын осы Элеонора. Осы Айжан кейде түсіне алмай өтеді жүрмін, мен мақтап келеді, даттап жіберем, или бірдеңе өз-өзін негізі көбінде түсінбей қалып жатады. Менің вкусымдағы қыз деп айта алмаймын, мен талғамым, может быть, өзгеріп кетуі де мүмкін. Әрқалай ғой, енді қай адамды қай кезде қалай ғашық болып қалатынымыз білмейміз. Шолпан. Элеонора ханым, қош келдіңіз. Өте әдемі, көрікті қыз екенсіз. Енді сізге сұрағым, алдағы уақытта сізде Шерханмен барлығы жақсы болып жатса, сізде қалың мал бар ма? Және де қанша? Одан бөлек мақырға не сұрар едіңіз? Оңтүстікте негізі қалың мал деген бар, бірақ оны қыз жақ ешқашан өзі айтпайды. Екі жақтың ата-анасы келісіледі. Және мақырды айтарым, қазіргі таңда алым тастады да мақыр, бірақ если жігіт қаласа, ол барын беріп, барлық нәрсені әпереді деп ойлаймын. Мақыр болсын, болмасын, ол алып береді. Рахмет. Элеонора, сізге тағы бір сұрағым. Егер сізде бәрі жақсы болып жатса, енді сіз алдын тұрмыста болмағансыз ғой. Балаңыз болмаған, біздің Шерханның баласы бар. Соның баласына мейіріміңізді төгуге, анда-санда келіп тұрған кезде үйге кіргізуге қалай қарайсыз? Негізі жақсы қараймын. Жақсы қарайсыз. Мадина. Я балауса ханым, мына жерде енді Шерханды жақтап емес, даттап жатқан адамдарға айтқым келеді. Іріген ауыздан шіріген сөз шығады деп. Одан бөлек негізінде қыз баласына енді келіп тұрған Элеонора ханымға сұрақ қойғым келеді. Өте әдемі болып тұрсыз. Және де жалпы енді ер азаматтан өзіңіздің болашақ күйеуіңізден енді көргіңіз келмейтін 3 қасиетті атап өтсеңіз. Бірінші жауапсыздық, немұрайлық және жалқау болуы. Енді айта бер. айта берейін ба? Қайырлы күн, қош келдіңіз, Элеонора, әдемі екенсіз. Негізі бағана Нұржан айтып жатты ғой, менің жерлесім деп жатты. Бірге оқығанбыз деп жатты, бір ауылдамыз деп жатты. Шынымен де бір қызықты сәйкестік па, әлде кімнің? Шерханның бұрынғы әйелі сол Арыс жақтан. Кешегі үміткері Нұржанның қазіргі үміткері, тоже Арыс жақтан. Қазіргі үміткері тағы Арыс жақтан. Шынымен де Нұржан айтпақшы, бәрібірде Шерхан өзінің бағын тағы да Арыстан таба алмайды ойлап тұрмыз. Одан кейін бір сұрағым болып тұр сізге. Енді Шерхан қазір өзінің баласымен араласады, әйелмен әлі күнге араласып тұрады деген сияқты көп қойылатын сұрақ Шерхан тарапына қарай, сізге қарай. Оған қалай қарайсыз сіз? Болашақта егер жақсы болып кетіп жатса барлығы араласып тұрасыз, тұруға рұқсат бересіз ба негізі? Баласымен толық араласуға қарсы емеспін. Негізі араласу қажет, ал Ақботаның өзімен, яғни экс-жұбайымен жақсы қарым-қатынасты болу қажет деп ойлаймын. Бала болғандықтан. Яғни қызғаншақ емессіз сол сонда, Қатты қызғаншақ емеспін, орынмен. Жақсы. Саида. Менің сұрағымды Бекзат айтып қойды. Жақсы. Сандуғаш. Қайырлы күн, Баласа ханым. Элеонора, қош келдіңіз. Сіздің ата-анаңыз біліп келді ме осында келгеніңізді? Және де болашақта егер бәрі жақсы болып жатса, ажырасқан адамға сізді рұқсатын береді ме? Қияды ма сізді? Ата-анам біледі, және менің таңдауымды ата-анам қолдайды. Ернар? Балсыған қайырлы күн. Саламатсыз, қош келдіңіз. Енді Шерханға бір сұрағым болып тұр. Енді жалпы кеше осында бір пікірталас барысында Шерхан маған әрдайым өзімнің экс-әйелім бірінші орында тұрады деген еді. Соған енді қазір таңда енді таныстық жақсы жалғасып, бұл кісі сіздің жарыңыз болып жатса, алдағы уақытта кім бірінші орында тұрады деген сұрақ болып тұр менде. По-любому экс-әйеліңіз бірінші орында тұра ма, или қалай болады деген сияқты? Жоқ, мынандай нәрсе ғой. Қазіргі таңда мен бойдақпын, өзімнің жарымды іздеп жүрген адаммын. Менде қазір жүрегімде ешқандай адам жоқ. Сол себептен әзірге егер болып жатса, Алла қаласа, ертең өзімнің ұнататын адам жүрегімде пайда болған кезде, сол адам әрине бірінші болады. Ол енді өте дұрыс деп ойлаймын. Енді не үшін қойып жатырмын? Просто келіп жатқан қыз балалар енді бір түрлі болып қалмас үшін соны бір анықтап, шет жағасын шығарып, басын анықтап алған, айқындап алған жөн деп ойлаймын. Шерхан, сіз өткенді толық жібердіңіз бе? Яғни жаңа қарым-қатынасқа толық дайынсыз ба? Дайынмын.
Кеше де айттым оны нақтылай. Негізі мен өзім қаламаймын бұрынғы өмірімнің қайта-қайта қозғала бергенін. Енді кейбір адамдарға қызық болғандықтан қайта-қайта қоя беретін шығар. Бірақ мен үшін ол өткенде қалған әңгіме. Диас. Элеонора, қош келдіңіз. Мына жерде кейбір қыздардың талаптарында менің бір саным, жігіттің екі саны болмаса екен дейтін сөздері бар екен. Сізге ол қалай? Сізде ондай талаптар жоқ па? Маған басты бой менен ұзынырақ болу керек, ал қалғанын көре жатамын. Дене бітім маңызды емес. Орта болу керек, қаттарық емес. Енді бұл сәл төмендету болды ма, или не болды, соны түсінбей қалдық қой кішкене. Кім? Диас, не айтқың келді деп жатқан ғой. Кімді түсірдің ба? Шерханды негізі әлде просто жай ғана сұрақ болды ма бұл? Жоқ, бұл просто әшейін сұрақ болды. Кейбір қыздарда сондай бір нелер бар ғой. Талаптар бар. Маған да тиіп жатыр. Негізі маған тиіп жатыр. Баласағам қойып жіберейінші, бір сұрағым болып тұр да ше. Енді сіз байқадыңыз ғой, Шерханға соңғы кездері көп үміткер келді ғой. Сіз 5-ші болып тұрсыз. Төртеуінде бір кездесуден кейін немесе кездеспей жіберіп жатты да ше. Енді Шерханға сұрағым болып тұр бір жағынан. Шерхан, негізі сен қызды бір кездесуден кейін танисың ба, негізі тани аласың ба? Иә. Енді өзім адамым. Кездесуден кейін танисың ба, негізі тани аласың ба? Иә. Солай ғой, енді өзім адамым былайша енді жалғаса ма, жалғаспай ма білуге болады. Енді 100 рет айтқанша бір рет көр дейді, бәлкім шымылдықты ашып алармыз. Маған да қызық болып тұр, көрейікші. Жақсы, шымылдық ашылсын. Жанымды тербеші, I need you, baby. Қасымнан кетпеші, I love you, baby. Сөзіме тек сенші. I love you, baby. Бағымсың берілген, I need you, baby. Қошы тек менімен, I love you, baby. Let me love you, baby. Шымылдық ашылды, Шерхан. Әсерім керемет, күтпедім. Бойыңыз салыстырып көрейік енді, жаңа бой деп қалдыңыз. Жарасып тұрмыз ба, қалай? Эленора, бойы сіздің көңіліңізден шығады ғой, иә? Жаңа айтып қалдыңыз ғой енді, арықтар ұнамайды деп мен қалай екем? Арық екем ба? Арық екем ғой, баласақан. Өзім білмей жүр екен. Қалай енді? Жақсы, ал бір ойыңыздағыдай ма негізі? Шерхан? Жақсы. Тағы да сұрақтар, Саида? Келешекте сіз ата-анамен бірге тұрасыз ба или раздельно? Соған қалай қарайсыз? Шерхан, ты будешь жить с родителями или нет? Шерхан қазақша түсінеді ғой. Мен негізі екі ойлы болып жүрмін. Енді негізі осыған дейінгі ойым бөлек тұрам деген ой болып жүрген. Енді бұдан кейін мен мүмкіндігінше ата-анаммен тұрсам деп. Енді анам ғана ғой, анаммен тұрсам деп. Бастапқы уақытта қарсы емеспін. Егер де жігіттің әке-шешесі жақсы қабылдап жатса, жақсы қызым деп тұрса, онда тұруға болады. Егер олай болмаса, бөлек тұруға. Сізде мама деп тұрсаңыз, ол кісілерге қарсы болмайтын сияқты. Иә, Ақерке? Қош келдіңіз, Элеонора. Мен мына жерде негізі сізді аяп тұрмын да, бір бекер келген сияқтысыз. Мен үшін солай болып тұр. Кеше де Шерхан әңгімелі шығатын болатын. Аяулым мен әлі әңгімелері біткен жоқ. Айжан мен деген сияқты бір түрлі болып жүрді. Сіздің қадамыңыз бір ақталмайтын сияқты болып тұр мен үшін. Бір сәтті келгенде бір басқа үміткерді таңдауға негізі керек болатын еді деп ойлаймын. Алдағы уақытта көрерміз сені. Иә, дұрыс айтып отырсыз. Мен былай айтар едім, шынымен қабылдамаңдаршы, Айжан мен болсын, Аяулым мен болсын, уже болмайтын нәрсені қайта-қайта қозғаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Біз айттық қой, нормально шештік, мен кеше айттым, Аяулым мен де болды, бұдан кейін мен әңгімем шықпайды деп мен біраз эфир бұрын айтқам. Айжан ол вообще екеуміз келмейміз ғой, ана бөлек әлем ғой, ана қыз. Мен вообще бөлекпін. Жоқ, енді мен оны не үшін айтып жатқанды айтайын, бекер андай сөз болмасын деп. Негізі қыздар сені қызғанып жатыр ғой, енді олар айтпаса да түрлерінен көрініп тұр. Айжанның да, Аяулымдың да. Просто Элеонора, сіз кешіріңіз ол нәрсені айтқанды, шындық болғандықтан айтып жатыр. Ол қыздар жайдан жай қызғанады деп ойламаймын. Значит, сен оларға повод бересің. Жоқ, мен повод бермеймін. Жоқ, Жақсы, Салтанат. Қазір. Баласа ханым, мен жаңа Диастың сөзінде қалып кеттім да.
андай адамға қарап, қызға да болсын. Негізі сұрақ қойылғаны Шерханға болды да. Мынандай бір аяқты еркектерді таңдайсың ба деген сияқты. Бірақ та бұл жерде мен көбінесе ойлаймын, Диас қазір адамның тек қана Шерханға тиісіп тұрған жоқ, бұл жерге қызға да сөз тиіп кеткен сияқты деп ойлаймын да. Диас? Баласан, менде де қоса кетейінші. Ол қызға сөз тиетін дейші, мен қызың тарапын ештеңе деген жоқпын. Просто аяулымның талғамында сондай жігіттер болды. Менің бір саңым жігіттің екі саны болмаған қалайым деген сияқты. Сол қызға да мен сол сұрақты қойдым да, сіздің талаптарыңызда ондай дүние жоқ па деген секілді. Ал қыз тарапынан маған сізге дейтін ешқандай қарсы нем жоқ. Баласахан, мен айтып кеткім келеді. Аяулымға айтылған дүние болса, онда тек қана аяулымға айтылсын. Өйткені бұл жерде тек қана Диас емес, көп адамдар. Солай естілгенімен де негізі Диас аяулымның сөзін қайталап тұр. Бәлкім сізде де осындай талап емес пе дегендей. Бұл менің ойымша нақты Шерханға арналған, Шерханды түсіру сияқты. Мен де ойымша солай. Шерхан тарап, жоқ, тек қана Шерханға емес. Бұл жерде көп қатысушылар бір дене бітімі басқаша, бір қыз келсін, ұл келсін, үміткер келсін, барлығы сөйтіп бірдеңке әйтеуір сөз қылып айту үшін айтады. Соны айтқым келеді, ондай сөздер айтпаса екен деп ше. Мен біреуге айтпас бұрын бірдеңеші, мен өзіме қарап аламды. Мен Шерханнан да арықпын ғой, былай қарап тұрсаңыздар. Мен де солай ойладым. Мен Шерханнан да арықпын, мысалы. Баласахан, бізді теледидар артынан көріп отырған адамдар негізі үлкен қып көреді. Бірақ енді өмірде біз барлығымыз кәдімгі бірдей. Мына жерде ойламаймын мен бір жайдан басқа ешкім аса бір қатып, асып толып тұрған ешкім жоқ. Бәріміз бірдей адамдармыз деп. Жақсы, Ринат мен арықпын деп жатыр ана жақта. Баласахан, мен Ақеркеге толығымен жауап бере кетейін. Мен осы жақта қаншама эфир бойы шырылдап айттым, менің ойым Шерханда жоқ. Шерхан маған ұнамайды, ол менің вкусымдағы бала емес деп мен қаншама эфир бойы шырылдаған едім. Білмеймін, неғып мені темаға қоса бересіздер. Өздеріңіз осылай тема шығарып аласыздар да, сосын отырасыздар. Аяудың реакциясын қараңдар, эмоциясын қараңдар деп. Маған кешегі Баласаханым әп-әдемі, мысалы үміткер келді, не үшін мені бұл кісімен қоса береді деген әңгіме ғой. Кім қосты? Бәрі қосады. Жоқ, аяулым, Баласахан. Бүгіндікке ешкім қоспады. Баласахан бұл өзі бастайды, сөйтіп ше. Бүгін қазір өзіңіз бастады. Жоқ, Баласахан кім? Ақерке айтып жатыр ғой, қызғаным жатыр мына жақта Айжан мен аяулым деп. Мен қызғанып отқан жоқпын ғой. Мен онда жоқ, аяулым, онда белгі көтергенде неге Шерханға үміткер керемет деген әңгіме не қатысы бар мына жерге? Сен айттың ғой сол әңгімен. Сен өзің суға басыңды сұғасың да білмеймін енді судан құрақ шыққың келіп отыр. Сен істеп жатсың ғой сол нәрсені. Нұржан, ол қызғаныш емес, ол сұрақ. Аяулым, мен бастасам болады, сіздер айтпаңыздар. Соны айтам. Иә. Өзіңіз бастадыңыз жаңа, содан кейін барлығы рұқсат деп ойлап қалған шығар. Жоқ, енді Баласаханым, ол сұрақ қой жай ғана, неге Шерханға үміткер келе береді? Ол қызғаныш емес қой. Енді бұл кісілердікі де жай сізді сөзге қосқан ғой онда. Жай қоспасын онда Баласаханым, қоспай қойсын. Онда сіз де жай айтпаңыз. Мына жерде мен айтқым келіп отыр да, Салтанат, не болды сонша ашуланып, саған тиіп кетті ма? Неге өзіңе қабылдап жатсың, сонша жанып кеттің ғой деймін да? Өзіңе қабылдамасай, сен ондағы үміткер қызбен Шерханға айтып жатыр ғой. Причем тут ты? Баласаханым, жоқ, мен өзіме қабылдап атқан жоқпын. Просто мен ойлаймын, что біз тікелей эфирде отырғаннан кейін бұндай адам дене бітіне, жекесіне өтетін сөздерді айтуды керек. Просто саған тиіп кеткен байқалып қалдың, өз-өзіңді заявить етіп қойдың да, керек емес ет деп атқаның ғой. Жақсы қыздар, артық айтпай-ақ қояйық. Енді мен қарап тұрмын, Шерхан мен Элеонораның таныстығы жалғаса ма, сырласуға бар ма, жоқ па, барлығын жарнамадан кейін бірге білеміз.